Диірменнің тасындай шыр айналған дүниенің тұрлауы жоқтығына күн өткен сайын көз жете түскендей. Кеше ғана жайнап, жарқырап, өз отбасына, ауылына мерей шуағын шашып жүрген асыл азамат Бердіқұл Байбағысұлының бұл өмірден өтіп, фәни дүниенің есігін ашқалы 15 жыл, анамыз Абысбайқызы Ханшайымға 7 жыл болды. Айналасындағыларды қайғыға орап, жарық жұлдыз құлағандай, Бердіқұл ақсақалдың жарқ еткен өмірінен туған туыстардың ішінде шапағат алмағаны жоқ. Қашан барсан, Бердіқұл ақсақал мен жан-жары Ханшайым анамыз балаша жайрандап күтіп, мәре-сәре болып, қуана қабылдайтыны кешегідей ғана. Бүгін ортамызды ойсыратып, о дүниелік болып кеткен аяулы жандардың сол мінезі әлі күнге көз алдымызда. Артында қалған рулы елі, ұялы бәйтеректей ұл-қыздары, немерелері, атасы қазір келіп қалардай елеңдеп жүргені. Жаны тазақ, жарқын азаматен, көңілінің кендігі даламатен. Адамзатты алалап таңдамайтын, тағдыр неткен қатыгез ғаламатен. Бердіқұл Байбағысұлы 1922 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Көкбұлақ ауылында дүниеге келген. Сол кездегі Калинин мектебін 7 жыл оқып тәмамдаған. 1938-1941 жылдар аралығында Мырзашөлі ауылында Киров каналын қазуға қатысқан. 1941 жылы Отан соғысына Алматы қаласында құрылған 1077 полк 316 атқыштар дивизиясының құрамында аттанып, ел астанасы Мәскеуді қорғауға қатысып, Мәскеуді қорғаған үшін медалімен марапатталған. Архив деректері бойынша Боздақтар кітабында 8-ші гвардияшы Панфилов атқыштар дивизиясында болып, 1942 жылы 17 сәуірде қаза тапқан деген қарақағаз келген. Бірақ сұм соғыста сержант бөлімше командирі болып, 1942 жылы әлемге әйгілі Ржевский котелі ұрысына қатысып, Польша жерін азат етуге үлес қосып, Отан соғысын Кенигсберг қаласында аяқтап, жігерлі болмысымен 1946 жылдың желтоқсанында елге оралған. Батырлығы мен қайсарлығының арқасында Кенигсберг қаласын алған үшін медальмен және 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталған. Ақ көңіл, ашық мінез жарқылдаған, дос-жардан жақсылығы тартылмаған, тектігі тартып туған асыл әкем, қайнардың көзіндейін сарқылмаған. Бердіқұл ақсақалдың жан-жары, ардақты анамыз Ханшайым Абысбайқызы 1939 жылы Байбағыс әулетіне келін болды. 65 жыл бір шаңырақта тату-тәтті ғұмыр кешіп, жұртына сыйлы келін болды. Ханшайым анамыз еліне құрметті жан еді. Калинин колхозының меңгерушісі қызметін соғыс жылдары атқарған. Қалған еңбек жолын 3 балабақшаның меңгерушісі болып зейнетке 58 жасында шыққан. Атқару міндетіне байланысты Жора Жолдас, ауыл аймаққа Забидаш деп танылған. Сол кездегі Забидуши деген сөздің баламасы. Ардақты Асқар тауымыз, әкеміз бен анамыз 5 ұл 2 қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған жанұяның үлгісі бола алды. Әкеден кім аяйды қолда барын, әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді айтып толғанамын. Әкенің әкемді айтып толғанамын. Ыстық қой кім
адам бол деп жетелеген. Тосып жартасына біз үшін түскен майдан ортасында алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз. Біз бүгін әкелердің арқасында шалқып жүрміз. Біз бүгін әкелердің арқасында. Біз бүгін әкелердің арқасында. Өте берсін өмір шіркін әр күн сайын өзгерген, бірақ өшпес жанымызда жылу берген әз бейнен. Әке едің асқар таудай азамат ен шын асыл. Қай кезде де көңіліміздің ең төрінде тұрасын. Жаралдың алдыңнан тосар бақытың, алғысын алсаң солардың. Әкең мен анаң әкелген адам, бәріңді мынау өмірге ажарың болып базарын көріп отырсын жайнап төріңде. Қуансаң көңілі жайланар, мұңайсаң жүдеп қайғалар. Әкеңдей адал мейірбан, анаңдай қамқор қайда бар. Әкең мен анаң әкелген адам, бәріңді мынау өмірге ажарың болып базарын көріп отырсын жайнап төріңде. Жанын жасыл жайлау еді ортаймайтын береке. Топырағын торқа болсын деп тілейміз жан әке. Арттағы ел жұртына жар болсын Алла тағала. Қамқор болып баршаға жебей көр жанана. Ағарып атқан таңдайым, балаңның сүйіп маңдайын. Көзімнің ақ пен қарасы, жүріңдер аман әрдайым. Әкең мен анаң әкелген адам, бәріңді мынау өмірге ажарың болып базарын көріп отырсын жайнап төріңде. Әкең
Әкеміз бен анамыздың ізгілік пен тектіліктің, адалдық пен адамгершіліктің нұрын сепкен жарқын бейнесімен ақыл өсиеттері мәңгі есімізде.